Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін Өскемен қаласында Нұрлан Өнербаев ағамыз, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, әнші, актер ағамыз бүгін Өскемен қаласында тамаша керемет концерт қойды. Ағамызға енді өзіңіз Өскемен қаласында тұңғыш рет концерт берген екенсіз. Бір ауыз енді айтып өтсеңіз жалпы. Рас, мен жалпы Өскеменде осы 45 жыл шығармашылық өмірімде бірінші рет келіп жеке концертімді өткіздім. Әрине бір келгенде көрерменнің бәрін бір күнде бір кеште көре қою әрине ол қиял болатын еді. Бірақ менің өз көңілімде бүгінгі кешке нағыз менің айтып жүрген әндерімді, жалпы менің өнерімді бағалайтын нағыз тыңдарман көрерменім келдім деп есептеймін. Енді Құдайға шүкір алда өмір бар, әлі де талай келеміз деп ойлаймын. Ең бастысы мынау шығыстағы біздің қазақ даласына өзі жарықты сыйлап күннің көтерілетін өр Алтайдың тауының бөктеріндегі Өскемен қаласы қазақ өнерін бағалап өсіп келе жатқан ұрпақ сол қазақ әндеріне сусап өссе екен деген менің үлкен тілегім де бар, арманым да бар. Келесі жолы келгенде көрермен залынан жастарды көрсек дейміз. Жастардың өнерге деген, қазақ әніне деген қызығушылығын сезсек дейміз. Мен Өскеменнен сондай көрерменді, сондай тыңдарманды көргім келеді. Немене көріп отырған, камераны отырған жас әншілерге деген бір ауыз кеңесіңіз болса, енді өзіңіз ағаларымызды. Мен ылғи айтып жүремін, осы сахнада өзімен бірге сахнаға шығып жүрген інілеріме, қарындастарыма. Көрерменнің алдына шыққанда адал болу керек. Жасап жүрген еңбегіңе, айтып жүрген әніңе, жалпы бойыңдағы өнеріңе адалдық танытсаң, сол сенің таза өнеріңді көрермен көреді, сезеді, бағалайды. Жақсы, енді жастар деп қалдыңыз, сізге еліктеп қанша жастар қазір әнші, жалпы өнер азаматтары өнер ортасына жүр. Жалпы қазіргі жас әншілер, өнерпаздарға деген пікіріңіз қандай? Өзіңіз әншілерді тыңдайсыз ба, жас әншілерді, қазақстандық? Тек қана тыңдамай, мен олармен бірге сахнаға да шығып жүрмін, олармен қатысқан концерттерге қатысады. Енді дәл қазір мен олар туралы бір пікір айтатын, мен бір конкурста болмаса байқауда отырғам жоқ. Әркімнің өзінің көрерменге, тыңдарманға ұсынып жүрген өнері бар, бағасын көрермен береді, пікірді көрермен айтсын. Жақсы, енді сол өзіңізге мың алғыс. Семейде өтетін, басқа да қалада өтетін кештеріңізге тек сәттілік тілейміз. Аман болыңыз, жасыңыз ұзақ, денсаулығыңыз мықты болсын. Жақсы, көп рахмет аға сізге. Hoş geldiniz. Hadi dayı çok hadi. Al Jackson. Amandasıp keteyim.